мүшриктердің дайындықтарынан, Худайбия суының басында күтіп жатқандықтарынан, тірі жанды Меккеге кіргізбеуге шешім қабылдағандықтарынан хабардар етеді. Уруаны тыңдап болған соң пайғамбарымыз: «Уа Уруа, Алла шын айтшы, ана түйелердің құрбандыққа шалуына, Байтулланы зиярат етуге қарсылықты қалай түсінуге болады? Біз соғысу үшін келген жоқпыз. Әу бастағы ниетіміз кіші қажылық жасау, қасиетті мекенде құрбан шалу, соны орындағымыз келеді. Құрайыштар түбі бір туысқаным, сол ағайындарыма былай де, соғыс оларды әбден қалжыратты. Өздері келісіп, бізбен соғыспауға нақты уақыт белгілесін. Сол мәулет ішінде бір-бірімізді қанымызда ағызбайтын болайық. Сосын Байтолламен арамызға тосқауыл қоймасын. Біз умра ғибадатымызды орындап құрбан шалайық. Әйтпесе Алла тағаланың ислам дінін жер жүзіне жиятыны туралы уәдесі орындалғанға дейін менің басым кеудемнен айырылғанша олармен шайқасуға серт беремін». Уруа ибн Махсуд пайғамбарымызбен сөйлесіп отырып, сахабалардың Алла елшісіне деген құрметіне назар аударды. Оны қайран қалдырған асхабының пайғамбарына деген ерекше илтибаты мен мойынсұнушылығы. Меккеге қайта оралғанда пайғамбарымыздың айтқандарын Құрайыштарға жеткізген соң өзін таң қалдырған жайтты да жасырын қалмады. «Уа халқым, мен осы жасыма дейін көп жерге елші боп бардым, сансыз билеушілермен жүздестім, әрқилы әдет-ғұрыппен таныстым. Уаллахи, бірден-бір билеушінің қарамағындағылардың құрмет қызметі Мұхаммедтің асхабыныкіндей ұқсамайды. Көрген көзде жазық жоқ. Мұхаммедке деген мұсылмандардың ілтипатына тәнті болдым. Бірде-бір сахаба оның рұқсатынсыз сөйлемейді. Мұхаммедтің бұйрығын орындау үшін бір-бірімен жарысатындай. Онымен сөйлескенде бәсең дауыспен бетіңе тіке қарамай сөйлейді екен. Менің түсінгенім, мұсылмандар еш уақытта оны жалғыз тастамайды. Оның маңына ешкімді жуытпайды. Мұны қалай түсінсеңдер де өз еріктерің», деді орнынан тұра беріп. Ол бейбіт келісім жөнінде ұсыныс жасады. Сол ұсынысты қабылдайық деп сөзін бітірді. Уруаның бұл ұсынысын Құрайыштар қабылдамақ тұрмақ оны келемеждеп мазақтады. Олардың тыныштық бермейтінін сезген Уруа Таифқа жол тартады. Екі жақ бір-біріне елші жіберіп, өз көзқарастарын білдіріп жатты. Пайғамбарымыздың Меккеге келудегі мақсады айқын, соны жеткізу үшін Розалық Хираш ибн Умайяны елшілікке лайық көрді. Хираш Алла елшісінің Құрайш мүшриктеріне жіберген тұңғыш елшісі. Хираш ибн Умайя Әзірет Расулланың мақсатын қанша түсіндіргенімен мүшриктер оған құлақ асқан жоқ. Мазақ етіп қана қоймай, астындағы түйесін тартып алып, бауыздап, ақыр соңында өзінде өлтірмек болады. Араға ахапиштер түсіп, Хираш аман қалады. Пайғамбардың қасына келгенде ол басынан өткендерін егжей-тегжейлі баяндап береді. Алайда елшісін өлтірмек болса да, пайғамбарымыз істің ақырын сабырмен жақсыға жорыды. Құрайыштардан жаңа ұсыныстар күтті. Өйткені оның мақсаты қан төгу емес еді. Пайғамбарымыздың кері қайтпауға бел буғанын байқаған мүшриктер екінші рет елші жолдайды. Бұл жолғысы Ахабиш руыбасы Хулайс ибн Алқама. Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Хулайсты ұзақтан таныды да сахабаларына: «Анау келе жатқан адам құрбандыққа сенетін және сыйлайтын қауымның өкілі. Құрбандық түйелердің бәрін соған қарай айдаңдар көрсін», деді. Мұсылмандар пайғамбардың айтқанын орындап, «Ләбәйк, Аллахума, ләбәйк» деп айқайлады. Осынау ғажайып көрініске куә болған Хулайс: «Субханалла, мына керемет жамағатқа Байтулланы тауап етуге тосқауыл болған не сұмдық? Құрайыштар осы жаңсақ әрекеттерінің азабын тартатын болады. Бұлардың умрадан басқа мақсаты жоқ екендігі көрініп ақ тұр.
деп еріксіз айқайлап жылап жіберді. Пайғамбарымыз Хулайстың айтқандарын естті. Хулайс қайран қалған көріністен есін жия алмаған күйі Алла Расулымен сөйлесуден тартынып келген жолмен кері қайтты. Хулайс сол сәттің әсерін айыға алмай келген бойда: «Мен пайғамбарға Қағбаны тауап етуге рұқсат бермеуді жөнсіз деп есептеймін», деп дауыстады. Құрайыштың үлкендері Хулайсты елші қылғандарына өкініп: «Осы шөлден қаңғып келген бейшара не түсінеді дейсің? Наданның нағыз өзі ғой ол. Мұндай маңызды істерге ақылы да жетпейді», деп өздерін жұбатты. Хулайс бұған ашуланып: «Байтуллаға құрмет мақсатымен келген кісіні кіргізбегеніңіз ұят емес пе? Біз сіздермен бұл жөнінде келісім жасамап едік қой. Я Мұхаммедті Меккеге кіргізсеңдер, я болмаса көмекке келген Ахабиш тайпасының адамдарын түгелдей ертіп әкетемін», деді. Құрайш мүшіріктері Хулайстың бұл сөзінен айылдарын да жиған жоқ. Айлаларын асырып Хулайсты айтқандарына көндірді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тезірек нақты нәтижеге қол жеткізгісі келді. Меккеге келу мақсатын қайтадан Құрайштарға түсіндіру үшін Әзірет Омарды жібергісі келді. Әзірет Омар Расулланың ойын білген кезде былай деді: «Уа Расулла, Құрайштың басшылары мені қас дұшпаны деп санайды. Айтарымды тыңдамай жатып өлтіруге ұмтылалары мүмкін. Меккеде мені қорғайтындай руластарымнан да ешкім жоқ. Бұл іс үшін Осман ибн Афанды лайық санаймын. Өйткені оның Меккеге ағайындары көп. Алайда міндетті түрде менің барғанымды қаласаңыз барамын». Әзірет Омар айтқандайын Меккенің құрметті азаматтарының көбісі Османның аталас туыстары еді. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Әзірет Омардың ұсынысын мақұл көрді. Әзірет Османды шақырып алып нұсқау берді. Құрайштарға барып, біздің мұнда шайқасуға келмегенімізді айт. Тек қана Байтулланы зиярат етеміз, құрбан шалып, ғибадат жасап қайтамыз де. Сонан соң оларды исламға үнде. Елшіні шығарып салып тұрып та, пайғамбарымыз Меккеде мұсылмандығын жасырып жүргендермен жүздесіп, оларды жігерлендіру керектігін, Меккенің жақын арада мөмендер қол астына өтетінін, соған дейін сабыр сақтау қажеттігін ескертуді тапсырды. Әзірет Осман Құрайш мүшіріктерімен кездесіп, пайғамбарымыздың мақсатын түсіндіруге тырысқанымен ұғындыра алмады. Ислам шақыруы да нәтижесіз қалды. Мүшіріктер Әзірет Османға да бет бақтырмай: «Келген жеріңе қайта бар, айта бар. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам ешқашан Меккеге кірмейді. Қағбаны тауап етемін деп ойламай-ақ қойсын», деп дабырласты. Әзірет Османмен бірге 10 шақты мұхажир Алла елшісінің рұқсатымен Меккедегі туысқандарымен кездесуге келіп еді. Елшімен бірге олар да жүздескен жерде мұсылмандығын жасырып жүрген туыстарына имандарын жария ететін күннің алыс еместігін айтып демеу берді. Әзірет Османның мүшрик ағайындары өздерінше жақындық көрсетіп, мұсылман елшіге Қағбаны тауап етуге рұқсат береді. Бірақ Әзірет Осман: «Расулла оны тауап етпейінше мен де етпеймін», деп қарсылық білдірді. Құрайштықтар Әзірет Османның бұл әрекетіне ашуланып, оны біраз уақыт қамап қояды. Бұл жайт пайғамбарға мұхажирлерді мүшриктерді өлтіріпті деп жаңсақ жетеді. Ел құлағы елу деген дақпырт сөз әп-сәтте мұсылмандар арасында жайылады. Әзірет Османның мүшриктер қолынан өлгенін естігенде Расулла саллаллаху алейхи уассалам қатты қайғырады. Құрайштың бұнысынан соң үндемей қалу мүмкін еместі. Пайғамбарымыз олармен қырқысуға бел буады. Бейбіт келісімді қостамағаны былай тұрсын, елшінің қанын жүктеген не деген сұмдық. Пайғамбарымыз асхабына: «Алла тағала маған серт беру қажеттігін бұйырды», деді де Алла елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Рыдуан аталатын ағаштың астына барып тұрды. Мұсылмандар жеке-жеке сол жерде серт берді.
олар шайқастан басқа бас тартпайтындықтарына, алла және расулы жолына өлсе айнымауға ант су ішті. Тек біреу ғана мұнафиқ Жәд ибн Хайс серт беруден бас тартты. Ант беру рәсімі мұхажирлерді батылдандырып жігерлендірді. Қатты толқығандары сондай-ақ тезірек мүшриктермен шайқасуды тіледі. Алла тағала осы рәсімге қатысты мұсылмандардан разы екендігін Фатх сүресінің 18-19 аяттарда білдірген. Шүбәсіз, Алла әлгі ағаштың түбінде өзіне қол беріп ант еткендерінде муминдерден разы болды. Олардың жүрегіндегі риясыз ықыласты көрді. Сол себепті оларға жан тыныштығы мен жүректің орнығуының кепілшісі болған рақымын төкті. Һәм оларды жуырда жүзеге асатын елеулі жеңіспен марапаттады. Сондай-ақ оларды жуық арада қол жеткізетін мол олжамен. Алла әзиз, хаким. Алланың разылығына бөленуге себеп болған осы серт кейіннен ризашылық, алғыс серті деп аталады. Ардақты Алла елшісі бір хадисінде бұл турасында ағаш астында ант бергендердің ешбірі жаһаннамға кірмейді деген. Серт беру рәсімі туралы хабар Құрайш мүшриктеріне жеткен сәтте олар 3 күн қамауда ұстаған Әзірет Османды босатып қоя берді. Әзірет Осман қапастан шыққан бойда пайғамбарымызға жетуге асықты. Оның сау-саламат екенін көрген мұсылмандар қатты қуанды. Алайда шайқасуға серт беріліп, олар іс болғанды. Әзірет Османға Меккені бір көруге ынтық мұхажирлердің бірі Қағбаны тауап еткен шығарсың дейді. Әзірет Османның жауабы да ғибратты. Уаллахи, Меккеде 1 жыл қалсам да, Расулла Худайбияда отырса, ол Қағбаны зиярат еткенге дейін мен жалғыз өзім тауап етпес едім.